Сәлеметсіздер ме оқушылар? Екінші сыныпқа арналған цифрлық сауаттылық сабағына қош келдіңіздер. Сіздермен болған информатика пәні мұғалімі Қарсақ қызы Еркежан. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпаратты іздеу. Бүгінгі сабағымызда берілген тақырыпқа байланысты браузерден ақпаратты іздеуді білетін боласың. Тірек сөздер. Үш тілде айтып үйренейік. Ғаламтор, кілттік сөз. Интернет, ключевое слово. Интернет, кейборд. Балалар кітапханадан ақпаратты қалай алады? Төмендегі суреттен байқағаныңдай, кітапханадағы түрлі кітаптардан көптеген ақпараттар алуға болады. Сол сияқты, интернет желісінде де көптеген ақпараттар болады. Қазіргі кезде біз іздеген ақпаратты интернеттен аламыз. Интернетті қолдану үшін бізге арнайы браузерлар керек. Браузер ағылшынша веб-браузер. Компьютерлік желілердегі ақпараттарды компьютерден іздеуге және оны көруге арналған программа. Танымал браузерлер Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Интернет бүкіл әлемдік компьютерлік желі, яғни қарым-қатынас жасау және ақпарат жіберу құралы. Веб деген сөз тор деген мағынаны білдіреді. Бұл желі тор сияқты бүкіл әлемнің компьютерлерін қамтиды. Веб-парақтар. Ақпарат интернетте веб-парақтар түрінде көрсетіледі. Суретте көріп тұрғандай, Blend веб-парақтары парақшалары, яғни іздеу жүйесінде орналастырылған. Интернеттен ақпарат іздейік. Бірінші, Google Chrome браузерін іске қосамыз. Бізге мынадай терезе пайда болады. Google іздестіру жүйесінің арнайы терезесі. Мұнда ізделінетін ақпараттың кілттік сөзі жазылады. Кілттік сөз ақпараттың мағынасын білдіретін сөз. Және веб-парақта мәтін, сурет, бейне, дыбыс және сілтемелер болуы мүмкін. Сілтеме басылған кезде сол веб-парақтың басқа орнына немесе веб-парақ басқа веб-параққа апаратын веб-парақтың бір бөлігі. Интернетпен қауіпсіз жағдайда жұмыс істеу үшін мына ережелерді сақтау қажет. Браузерлерден тапқан маңызды құжаттардың көшірмесін сақтап қой. Интернеттен алынған ақпаратты көшіргенде абай бол. Кейбір балалар өздерінің көп уақытын интернет желісінде өткізеді. Олар интернет желісінің қауіпсіздігі туралы ойланбайды. Интернетті қолданудың басты талабы қауіпсіздік ережесі. Бірінші тапсырма. Берілген сөздердің анықтамасымен сәйкестендір. Ақпарат. Жаңалық, мәлімет, білім. Интернет. Әлемдегі ең үлкен компьютерлік желі. Веб-бет. Интернетке кіргенде ашылатын белгі. Браузер. Компьютерден интернетті ашып, ақпарат іздейтін программа. Веб-сайт. Белгілі бір тақырып бойынша құрылған веб-беттер жинағы. Екінші тапсырма. Мына белгілердің ішінен браузерлерді тауып белгіле. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera және Google Chrome. Үшінші тапсырма. Ребусты шеш. Жарайсың балақай, ақпаратты іздеу. Сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.